Сегодня мы побывали в Ридерской школе-гимназии «Шанарак», где на государственном языке обучаются более 500 детей. В настоящее время процесс обучения проходит в дистанционном формате. Уроки в школе «Шанарак», как и в других школах Ридера, проводятся в настоящее время в дистанционном формате из-за погодных условий в связи с ремонтными работами на ТЭЦ. Негізі мектепке барған қолайлырақ болатын, себебі кейбіреуінде мында сет ұстамайды, сондықтан біз онымен кейде қолайсыз. Я көп балалар кейде сол интернеттің несінен, кесірінен я кейде дұрыс болмайды. Накануне неоправданный резонанс в социальных сетях вызвали фотографии пристройки, где раньше располагался спортивный зал. Важно отметить, что данная пристройка никак не используется в учебном процессе. Она расположена так, что у учеников нет к ней доступа. А с сегодняшнего дня начинается демонтаж пристройки. Ее полностью разберут, а территорию благоустроят. Осы мектепте Шаңырақ оқушылары 2009 жылдан бастап оқып жатыр. Одан бері жаңағы малый спорт зал астындағы кіші зал жұмыс жасап отырған жоқ. Қазір біздің балалар тек қана үлкен спорт залда ғана сабақтарын оқиды кесте бойынша. Ал астындағы спорт залда балалар оқыған жоқ. Бұл жерді өзіміз күшімізбен алып тастай алмадық. Сондықтан да оған арнайы смета қажет болды. Сондықтан да қазіргі кезде ол жұмыстардың барлығы жүргізілді, ақша бөлінді. Бүгіннен бастап ремонттар жүргізілді. Данная пристройка к спортивному залу находится в аварийном состоянии, но на протяжении 14 лет доступа к ней дети не имеют. С сегодняшнего дня начинается ее демонтаж и ремонт в основном спортивном зале. На сегодняшний день выделены деньги в количестве 50 миллионов. Туда входит и ремонт спортивного зала школы и гимназии «Шанарак» и демонтаж данной пристройки. Сегодня заезжают подрядчики, которые будут производить этот ремонт. Деньги уже, договора заключены и приступают к работе. Оба корпуса школы «Шанарак» находятся в хорошем состоянии. Ежегодно проводятся текущие ремонты. И в этом году выделено 60 миллионов тенге на замену окон в спортивном зале, а также приобретение необходимой техники для учебного процесса. К слову, уже закуплены 4 интерактивных доски. Также будет сделан ремонт фасада. Менің аты жөнім Ахитова Динара Зарлықанқызы болады. Менің 4-ші Б классында ұлым оқиды, бастауыш класста. Бастауыш мектебінде 200-дей оқушы оқиды. Енді бәріміз естіп жатырмыз. Біздің Шаңырақ мектебі өте жақсы болады деген ойдамыз. Ақша бөлініп жатыр екен, ремонттар жүреді деп ойлаймыз. Біздің әкімімізге Даниэл Ахметовке үлкен рахметімді айтам. Өте бізге ақшасын бөліп ремонт жүреді деп жатыр. Енді бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Мен Ахметова Әлия, бастауыш сыныпта менің 3 немерем оқиды. Осы Шаңырақ мектебінде. Күрделі жөндеу жұмыстарына ақша бөлінді деп естідік. Облыс әкіміне көп алғыс айтамын. Балаларымыз енді спортпен айналысып, өзін жақсы нетсе, сол керек қой бізге спортпен айналысқаны. Спорт залымызды жөндеп берсе, балалар шынығатын. Онан кейін кабинеттерге күрделі жөндеу жасап берсе, сол рахмет айтам облыс әкіміне. Шаңырақ мектебі қазір республика көлемінде көкейкесті мәселелер тудырып жатыр, алаңдатып жатыр барлық ата-аналарды. Жаз бойында Шаңырақ мектебінде жұмыстар жүргізіліп жатқан көріп жатырмыз. Істеліп те жатыр, терезелердің ауысқандығын, линолеумдардың ауысқан жөнделгендігін жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дегенмен де тағы да одан да көбірек жол жөндеу жұмыстары жүргізілсе деген ата-аналар атынан тілегіміз бар. Жуықта облыс әкімі Даниэл Ахметовтың келгендігін және жоғары көлемде ақша бөлінгендігін естіп барлық ата-аналар атынан қуанып жатырмыз. Шаңырақ мектебіміз көркейе берсін, гүлдене берсін. С сентября в Ридере функционирует новая школа на 600 мест с государственным и русским языками обучения. Планируется построить еще 2 школы на 600 мест с 2 языками обучения и на 300 мест с государственным в рамках проекта «Комфортная школа».